Сәлем достар, Шабыт онлайн мектебіне қош келдіңіздер. Мен Гүлшарат Шыбаева сіздерге Шабыт онлайн мектебіндегі үлгілерді қалай құрастыру керек екенін түсіндіретін болам. Анықтап асықпай қарап алыңыздар. Міне қолымда қазір мынау көйлектің өлшемдері, яғни 42-ші, 44-ші, 46-ші, 48 және 50-52-ші размерлер бар мына жерде. Ең бірінші кезекте өзіңіздің өлшемдеріңізге байланысты размеріңізді тауып алғаннан кейін өз почтаңызға осындай біздің үлгілер келеді. Әрқайсысын ашып көресіз, түгел ме екен бәрін тексересіз. Яғни бұл қазіргі ашып жатқанымыз көйлектің жоғарғы жағы және көйлектің етегі деп екіге бөлінеді. Бұны баспаға жібергеннен кейін тағы бір мән беретін жер, қағаздың принтердан өткен кезінде бір қалыпты шығуын бақылап отыруыңыз керек. Яғни мына шетіндегі төрт бұрыш сызық қисық болып тұрмау керек. Сондықтан осы жеріне мән беруіңізге тура келеді. Міне қазір өздеріңіз көріп тұрсыз, көйлектің өзінде алдыңғы жоғарғы жағы және етегі және мынау размерлердің өлшемдерге, қаншалықты өлшемдерге сай екендігі жазылған қағаз болады. Мынау қалай құрастыру керек екендігі инструкциясы. Осы инструкцияға байланысты бірден бастап, бір, екінші бет, үшінші бет деп қатар-қатар қойып, бірінші барлық өлшемдердің үлгілерді жинақтап аламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, барлығын жинақтап алғаннан кейін қолға желім алып, қағаздың бір шетін кесіп, яғни біздің жаңағы төрт бұрыштан қажет емес жерін кесіп тастаймыз. Біз квадрат дейміз ғой, квадратына келу маңызды емес, бізге мына үлгінің сызықтар маңызды, яғни жеңнің жоғарғы жағы маңызды болып есептеледі. Сол үлгінің сызықтарына сай жинауыңыз керек. Не көріп тұрғаныңыздай қатты қиын шаруа емес. Артық қағазды кесіп, екінші қағазға жабыстырып отырамыз. Әрқайсысын осылай жинап отырамыз. Мысалға, қазір жең шықты. Инструкция бойынша міне үшінші қатарда орнатып жатырмыз. Яғни 10-шы бетке дейін жиналғаннан кейін 11, 12, 13, 14-ші беттер төменге жиналады. Барлығын осылай желіммен сызық-сызығына келтіріп, бір-біріне жабыстырып отырамыз.
міне біз барлығын жабыстырып болғаннан кейін сызықтың сыртымен кесіп аламыз. 1 сантиметрге жеткізбей, өздеріңіз көріп тұрғандай, қатты артық емес, орташа сызықтың сыртымен кесіп аламыз. Сызықтың үстінен емес, сызықтың сыртымен кесіп аламыз. Барлығын осы күйінде кесіп, инструкция бойынша түгелдейміз. Міне. Әрқайсысына қазақша және орыс тілінде жазылған, өздеріңіз байқап тұрғандай. Бұл үлгінің тәртібі бойынша барлығын қайтадан түгелдеп аламыз. Міне, бүйір жаны, артқы бөлігі, алдыңғы бөлігі және алдыңғы бөлігінің бүйір жаны және жеңі, әдіп. Барлығын түгелдеп алғаннан кейін етегінің үлгісін жинауға кірісеміз. Ол да сол сияқты инструкция бойынша қатар-қатар қойылып, сол күйінде жиналады. Артық қағазды кесіп тастаймыз және бір-біріне желім арқылы жинаймыз. Скотчпен жинасақ та болады. Міне, өздеріңіз көргендей, бұл юбкамыз. Юбка болғанда етегі. Бұл етегін кесіп тастаймыз артық жерін. Яғни әр сызығы, әр размерді білдіреді бұл жерде. Міне қолымда бұл көйлектің етегі, яғни етегі екенін түсініп тұрсыздар. Бұл етегі. Бұл жерде де 42-ші, үстіңгі жағында 42, 44, 46, 48, 50, 52 болған. Сондықтан біз 44-ші размер керек болғандықтан біз 44-ші размерді кесіп аламыз. Және де етек жағында да осындай 42, 44, 46, 48 болып тұрады. Қай жерінде 44-ші размер сызылып тұр, сол жерден кесіп алатын боламыз. Бұны сіздер түсіндіңіздер. Ал ендеше мынау бұл инструкция бойынша, бұның жаңағы қағаз бойынша барлығын түгелдеп аламыз. Қазір қарап тұрсаңыздар, міне бірінші мына жағынан есептегенде жең, бұл жең. Одан кейін мынау алдыңғы бүйір жаны дейміз, яғни орысша айтқанда бұл бачок, яғни мынандай жері. Бачок жанына қойып отырам. Одан кейін бізде алдыңғы орталығы, яғни алдыңғы орталығы. Мына жерде слип деп жазып тұрады, яғни бүгілетін жерлер. Бұл матаның бүгілетін жерін есеп айтылады. Міне, одан кейін бізде артқы жаны, бұл ортасына біз жаңағы замок саламыз, яғни молния дейді, орысша айтқанда, соны салғанда. Так, мына жерде тұрады. Енді сосын спинка дейміз. Спинка бұл бүйір жаны, артқы жаны болып есептеледі. Бұл жанынан, бұл артқы жанының бүйірі. Одан кейін бізде аптачка дейді орысша айтқанда, яғни әдіп, қазақша айтқанда әдіп бұл артқы бөлігінің әдіпі, мынау алдыңғы бөлігінің әдіпі. Осының бәрін түгелдеп алғаннан кейін біз пішуге кірісеміз.